Ыстық күнде шөліңізді басатын орыстың тағамы окрошка дайындайтын боламыз. Дәл менің рецептімен жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Ең алдымен бізге осындай піскен картошка қажет болады. Барлығын осылай кубик етіп турап алатын боламыз. Ыдысымызға жайғастырғаннан кейін піскен жұмыртқаларымызды да осылай кубик етіп турап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қатты үлкен емес, орташа көлемде турап жатырмын. Әсіресе огурцымызды және редискаларымызды солонка етіп турайтын боламыз. Және де бізге укроп, көк пияз қажет болады. Оның барлығында майдалап турағаннан кейін ыдысымызға жайғастырамыз. Бөлек ыдысқа айран және газдалған сусынымызды құйып, тұзымызды салып, барлығын біркелкі араластырып алып, дайын болған өніміміздің үстінен құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осы жерде колбаса қоссаңыздар да болады. Мен піскен ет қостым. Піскен етпен мүлдем басқаша дәмді ерекше болып шығады екен. Былтыр Евразия телеканалына барған кезде шұжық қосып жасаған болатын. Ол кезде де дәмі ерекше болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегілеріңізге ұнайтынына сөз жоқ. Әрі рецепті сақтап алып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.